Сәлем достар, бүгін сіздермен ең оңай жасалынатын бір стакан су мен маргариннен 40 штук шығатын чебуректің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеомызды соңына дейін қарап, бағалап кетіңіздер. Ал дайын болсақ, достар, бастайық. Алдымен чебуректің начинкасын дайындап алатын боламыз. Сол үшін бізге 3 штук пияз керек болады және 300 грамм тартылған ет керек болады. Мүмкіндік болса, чебурекке қойдың етін қолданған дұрыс, өйткені сочный болып шығады. Алдымен сковородкамызға май құймай, еттің өзін қуырып алатын боламыз. Май қоспайтынымыздың себебі, қойдың еті болса, ол майлы болады, өздеріңіз білесіздер. Қуырған кезде майы еріп, өзі сочный, сулы болып тұратын болады. Мұны байқап қарасаңыздар, қуырған кезде осылай еттің суы шығып, сочный болады. Етті көп қуырудың қажеті жоқ, 3-5 минут ұстасаңыздар жеткілікті болады. Ары қарай пиязымызды майдалап турап алуымыз керек, және оны қуырып алған етіміздің үстіне салып, пиязды жұмсарғанша қуыруымыз керек. Егер сіздерде қойдың еті болмаса, онда жылқының немесе сиырдың етін қолдана берсеңіздер болады. Тек бір ескертіп кететін жайт, ол кезде сіздер кішкене май қосып жіберулеріңізге тура келеді. Сол кезде начинкаларыңыз сіздердің сочный болып шығады. Осылай пиязымыз бен етімізді жақсылап араластырып, пиязымызды жұмсарғанша жақсылап қуырып алуымыз керек болады. Сковородкамыздың бетін жауып 3-5 минутқа қойып қойсақ, әдемі болып пісіп дайын болып тұрады. Ары қарай біз чебуректің қамырын дайындайтын боламыз. Оған бізге 150 грамм маргарин немесе сары май қолдансаңыздар да болады. Оны біз жақсылап ертіп алуымыз керек. Мен бұл жерде пампушка деген маргаринді қолдандым. Ал сіздер өз қалауларыңыз бойынша маргарин қолдансаңыздар болады. Ары қарай дайын болған маргаринімізді ыдысқа құйып аламыз және үстінен 1 стакан суық су құюымыз керек болады. Су мен майымызды жақсылап араластырып алғаннан кейін 1 шай қасық тұз салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Ары қарай жаймендеп ұнымызды салып, біз жақсылап жұмсақ етіп қамыр илеуіміз керек болады. Достар, егер ұнды көп салып қойсаңыздар, чебуректің қамыры қатты болып қалады және пісірген кезде ол көтерілмей қалады. Сондықтан қамыр илеген кезде аз-аздан салып илеңіздер. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Біздің чебуректің ішіне салатын начинкамыз дайын болды. Міне осылай болып шығу керек. Пиязы жұмсақ болып піскен болуы керек. Енді бұл начинкамызға тұз саламыз және дәміне қарай бұрыш салып, тағы да жақсылап бір рет араластырып жіберуіміз керек. Өзіңізге ұнайтын приправалар болатын болса, оны да қосып жіберсеңіздер болады. Мен бұл жерде тек тұз бен бұрыш қана қостым, енді жақсылап араластырып аламыз. Ары қарай дайын болған начинкамызды суытып алуымыз керек. Егер начинканы ыстықтай қамырға салатын болсаңыздар, онда қамырларыңыз созылып, жыртылып кетуі мүмкін. Сондықтан алдын ала начинкамызды жақсылап суытып аламыз. Ал достар, міне начинкамыз дайын болды. Ары қарай біз қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымыз жұмсақ болғандықтан бізде тез жайылады және оның қалыңдығы 1 немесе 1,5 сантиметр болса жеткілікті болады. Қамырды қатты жұқа етіп жайып жібермеңіздер, тоже пісірген кезде қамырымыз көтерілмей қалатын болады. Жайып болғаннан кейін бөліктерге бөлетін боламыз. Шамамен 7-8 сантиметрдей етіп, 4 бұрышты етіп бөліп алуымыз керек. Ары қарай осы бөліп алған бөліктерімізді тағы бір рет жайып шығамыз және тағы оларды бөліктерге бөлуіміз керек болады. Яғни бізде шаршы тәрізді қамыр болу керек. 7 немесе 8 сантиметрдей етіп кесіп алсаңыздар, қатты үлкен де, қатты кіші де болмай әдемі болып шығады. Мен көзбен шамалап, өлшеп осылай бөліп шықтым. Енді қамырдың бөліктерін бәрін жайып шығып, ішіне начинка салатын боламыз. Достар, тағы бір рет айтып кетейін, начинкамызды жақсылап суытып болғаннан кейін саламыз.
Әйтпесе қамырымыз созылып, жыртылып кетуі мүмкін. Көзбен өлшеп начинкамызды салып шықтық. Енді чебуректерімізді түйіп шығатын боламыз. Осылай шетіне су жағып шығып түйетін болсаңыздар, тез-тез түйіліп шығады. Бұл жерде сіздер шеттерін әрлеу үшін вилка қолдансаңыздар да болады, немесе фигурная резкамен шетін кесіп әдемілеп шықсаңыздар да болады. Бұл видеода чебуректердің төртбұрышты түрі көрсетілген, алайда сіздер пиала қойып шетіне кесіп шығып, төртбұрышты емес домалақ етіп жасасаңыздар да болады. Майымызды жақсылап қыздырып алғаннан кейін чебуректерімізді пісіре бастаймыз. Достар, егер майларыңыз онша қызбаған болса, онда чебуректі пісірген кезде ұзаққа созылып кетеді және піскеннен кейін чебуректеріңіз қатты болып қалады. Сондықтан міндетті түрде майды жақсылап қыздырып алғаннан кейін чебуректеріңізді біртіндеп салыңыздар. Осылай үстінен вилкамен бассақ, біздің чебуректеріміз сініп әдемі болып шығады. Бір жағы толық піскенге дейін майда осылай пісіріп алуымыз керек. Ары қарай толықтай пісіп болғаннан кейін жаймен вилкамен екінші артқы жағын аударып, екінші жағында пісіріп алуымыз керек. Чебуректер өте тез пісіп шығады. 3-4 минутта бізде уже дайын болады. Ал достар, міне біздің дайындаған чебуректеріміз дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі болып қызарып шықты. Егер рецептіміз ұнаса, каналымызға жазылып кетіңіздер достар.